Бүгін әлемдегі ең ауқымды һәм абыройлы Экспо 2017 көрмесін өткізу құқығына ие елдің есімі анықталды. Мәртебе Астанамызға бұйырды. Бұл бәсекеде елордамызбен бірге Бельгияның Льеж қаласы бақ сынасқан болатын. Жалпы дүниежүзілік көрме дегеніміз индустрияландыру мен техникалық және технологиялық жетістіктерді жария етуге арналған ашық алаң. Экспоның мағынасын осылай деп түсіндіруге болады. Тарихқа жүгінсек, ең алғашқы дүниежүзілік көрме Лондондағы әйгілі Гайд паркте 1851 жылы өткізілген. Мәселен, 1889 жылы Парижде өткен кезекті көрме Францияның символына айналған Эйфель мұнарасының тұрғызылуына түрткі болды. Қазір көрменің дүниежүзі бойынша 160 тұрақты экспоненті бар. Қазақстан бұл тізімге 1997 жылы енді. Ал 2008 жылы испандық Сарагосада өткен көрмеде еліміздің павильоны үйлесімді сән салтанатымен, ұтымды экспозициясымен көзге түсіп, 3-ші орынды иеленді. Енді экспоны өз елімізде өткіземіз. Бүгін Астанамен қатар көрмені өткізуге Бельгияның Льеж қаласы таласқа түскен болатын. Бәсекеге түскен шаһарлардың жеңісі олардың дайындық деңгейі, ұсынып отырған тақырыбының өзектілігіне байланысты болды. Экспо 2017-нің елордамызда өткізілуін халықаралық көрме бюросына мүше мемлекет өкілдерінің көбі қолдап, дауыс берді. Еліміз ұсынып отырған тақырып болашақтың энергиясы. Ендігісінде қуат түрін өндірудің жаңа балама тәсілдеріне жан бітіріп, әлемді таза залалсыз энергия көздеріне бет бұрғызатын дәуірдің табалдырығын аттауға ықпал етпекпіз. Қазақстан тәуелсіздігінің 20 жылында саяси тұрақты экономикасы қарқынды дамып келе жатқан мемлекет екенін көрсете алды. Тағы бір айта кететіні, Қазақстан Еуропа мен Азия арасындағы көпір іспетті. Барлығы жақсы болады деген ойдамыз. Талапқа сай көрменің өтетін 3 ай ішінде Астана қаласы әлемнің 100 мемлекетінен 4 миллиондай адамды қабылдай алуы тиіс. Сәтін салса, көрме өткізуге $1,5 миллиард бөлінбекші. Ал енді елестете беріңіз. Бұдан былай біздерде де Эйфель мұнарасынан кем түспейтін тағы зәулім сарайлар салынады. Әрі олар іс-шара біткен соң қарапайым сіз бен біздің игілігімізге жарайды. Ұлттың мақтанышына айналады. Халықаралық көрме Қазақстан СНГ бүкіл халықта болмаған негізі. Ол көбінесе Европада болады, және жаңағы Америкада болған біраз, и жаңағы нелерде, шет жақтарда болған. СНГ бүкіл халықтарда ешқашан болмаған. Сондай-ақ көрмені өткізу елдің инвестициялық тартымдылығын арттырары айдан анық. Әрі Қазақстанның ішкі туризмін дамытуға оң әсер етеді. Ал экспоны өткізуге салынған көрме кешендері елорданы халықаралық көрме алаңына айналуын қамтамасыз етпек.